сіздерге мен Шұғла және бүгін сіздерге керемет пранк түсіретін болам. Бүгін мен өзімнің құрбымды пранк песни деген осы атауымен, бірақ осының пранк екенін білмеуі тиіс. Осындай ереже. Қазір мен оған жазып көрем. Ол менің тезірек жазатын, бірден жазатын құрбыларымның бірі. Қазір жазамын. Ал достар, біз бастаймыз. Қазір мен Жанель деген досымды алдап жатырмын. Ол жазады. Привет дедім, привет, дұшы ертең деді. Ең сөздерін бастаймын. Мен сағынып едім, сен сағым қуасың. Мен сағынып едім, сен сағым қуасың. Сағым қуасың. Түсінбей жатқан шығар, көрді, бірақ жазбай жатыр. Шо дейді. Не поняла. Ты не поймешь, Жанель. Қазір басқа сөзін алам. Мен сені ойлап едім. Сен мен ойлап жүрсің. Блин. Біліп қойды. Ол жазады, бұл пранк деп. Ты такой не говоришь дейді. Блин, соны біреудің айта салған сөздермен жазған бір түрлі шыққан өлеңді жасай салым керек. Блин, да, это пранк. Неге сен біліп қоясың? Бір қыз біліп қойды пранк жасағанымды. Да, этого я знала. Блин, передай привет. Да. Ол жазады, ты что, видео снимаешь дейді. Жазып жатыр. Ол маған жазды. Мына сіздерге привет. Жанелден. Спасибо, Дим, за то, что угадала. Енді мен басқа бір адамды пранкпен алдау керек маған. Келесі адам іздейік. Привет, шо делаешь? Музыку слышу, дейді. Мен сен ойлап едім, сен мен ойлап жүрсің. Оған жаздым, мен сен ойлап едім, сен ойлап жүрсің. Ол сұрақ белгісін жерді, әрине неге жібермеске. Ешқашанда мен оған жондай жазып көрген жоқпын, жазбаймын деген ойдамын. Түсінбедім дейді. Келесі өлеңнің сөздерін жіберем. Мен сағынып едім, сен сағым қуасың. Мен сағынып едім, сен сағым қуасың. Ол түсінбей жатыр, әрине. Бәріңізден, мен алдаған адамдар, бәріңізді кешірім сұраймын, үлкен. Қазір ол жазып жатыр. Кімді сағындың дейді. Қазір жазамын басқа өлеңнің сөздерін. Сені де жазайын ба? Қиялы жүз екен, мен оны түзейді. Кешірім сұраймын сіздерден. Мен алдаған адамдар. Достар, бәрі сіздер үшін, сондықтан қараңыздар, мен сені де жаздым. Мен негізі оны жақсы көрмеймін, шын айтам. Кім бұл дейді? Шұғла. Күлкімге атыр, мен уже жынданып атырмын. Шұғла деп жаздым. Келгенде бірсің, мен оны жақсы алдап жатырмын. Өз бақытың үшін. Ол мені жынданып кеткен ба, мынаған не болған деп айтар. Ол күліп атыр, немесе жынданып атыр маған. Жарайды, мен оған айтайын, бұл пранк песни болған деп. Өйткені мен арғарай жасай алмаймын. Кого деп жүрек. Пранк песни. Қазір мен оған жаздым. Ол көрді, қазір не деп жазыр екен. Ол негізі ютубты көп көрмейді, сондықтан бірден біледі деп ойлам. Пранк песни. Білесің ба деп жазайын. Білесің ба? Я видео снимаю. Я видео снимаю. Жаздым. Пранк. Жауап жазбай жатыр. Жауап жазбау керек. Ты попался. Жазып жатырым. Ол қазір. Ол күтейді. Мен бұндай адамды болады ойлаған жоқпын. Немесе ол күлкінішті жібереді, немесе ол ашуланып жібереді, немесе ол бірнеке айтады десем, ок, болды. Басқа нәрсе жазбау керек. Бұл қатты нетпеді. Соған қарағанда пранк песниді білмейді деген ойдамын. Қазір ол кого дейді?
Төреғалиді білесің бе деп жатыр. Және де менің видеом соңына жетті. Егер сіздерге бұл видеоны сонда лайк басып, комментарийға мен қандай видео түсіргенімді қалайсыздар сол туралы жазсаңыздар. Және сіздерге бүгінгі пранк ұнады деген ойдамын. Бірінші досым алданып қалмады, ол бірден біліп қойды. Ал екінші досым алданып қалды, ол бірден біліп қоймады. Сау болыңдар!